Баршаңызға сәлем. Бүгін дәмі өте керемет иісі аңқыған имбирь печеньелерін даярлаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм ұн, 100 грамм үй температурасындағы сары май, 100 грамм қант, 1 жұмыртқа, 2 ас қасық бал, жарты шай қасық сода, 2 шай қасық имбирь және 1 шай қасық корица қажет. Алдымен ұнымызды жақсылап елеп аламыз. Одан соң оған сода мен корица және имбирді қосып, меншікпен жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Үй температурасындағы сары майға қантты қосып, оны миксермен әппақ болып көпіргенше жақсылап араластырамыз. Бірнеше минутқа созылады. Сары майға 1 жұмыртқа қосып, тағы да миксермен жақсылап әбден араласқанша миксерлейміз. Балды аздап жылытып алып, ертеміз, содан соң осы сары майға қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнымызды ақырындап біртіндеп қоса бастаймыз. Одан соң лопаткамен араластырып отырып, қамырымызды илей бастаймыз. Оның жартысын ғана қосып араластырамыз лопаткамен. Қалған ұнды нан жаятын орынға сеуіп, осы жерде нанымызды илейтін боламыз. Қамырымызды осы жерде төңкеріп аламыз. Содан соң осы жерде қамыр илейміз, имбирный печеньеміздің тестісін илейміз. Ленген тесті алғашқыда қолыңызға жабысуы мүмкін кішкене, бірақ оны қазір салфанға салып, холодильникке бірнеше сағатқа, ең жақсысы 1 түнге салып қоясыздар. Содан кейін барып имбирный печеньемізді даярлайтын боламыз. Имбирь печеньесінің тестісі холодильниктен шығарғаннан кейін жаюға өте ыңғайлы болады. Оны 3-4 мм етіп жаямыз. Керек фигураларымызды кесіп аламыз. Фигуралардың арасын өте қатты жақындатпаңыз, өйткені ол піскен уақытта печеньеміз кішкене үлкейеді. Печеньелерді 180 градуста қызып тұрған пеште 5-7 минут пісіреміз. Осымен иісі аңқыған печеньелеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде даярлап көріңіздер.